Бүгінгі видеода іш қатуға алып келетін 10 себеп туралы айтылады. Іш қату не себепті болады? Сол сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші, іш қату деп нені айтамыз? Егер адам күніне 3 реттен бір аптада 3 ретке дейін үлкен дәретке шығатын болса, онда ол қалыпты. Іш қату дегеніміз тек үлкен дәретке шығудың сирек болуы емес, сонымен қатар үлкен дәретке шыққан кездегі қатты ауырсыну сезімі, үлкен дәретке шыққан кезде қиналып шығу, әжетханада ұзақ отыру және үлкен дәретке шығып болғаннан кейінгі ашу, ауырсыну сезімі тікішектегі, сонымен қатар нәжістің қой құмалағы тәрізді овечий стул деп аталады, солай шығуы және өте аз мөлшерде кішкентайдан қатты болып шығуы іш қату деп аталады. Ал егер сізде 2 күнде бір, 3 күнде бір үлкен дәретке шығып, бірақ консистенциясы жұмсақ болатын болса, еш қиналмай шықсаңыз, онда ол сізде ешқандай запор емес. Сонымен қатар іш қату кезінде үлкен дәретке шығып болғаннан кейінгі ішектің толық босамау сезімі, тағы да шыққысы келіп тұрған сияқты болып сезінуі. Ал жаңа туылған сәбилерде, тек анасының сүтімен қоректенетін сәбилерде 5 күнде, бір аптада бір шығу ол қалыпты. Себебі анасының сүті өте құнарлы болады да, ол организмге тез сіңімді болады. Сол себепті жаңа туылған сәбилер, анасының сүтімен қоректенетін сәбилер 5-6 күнде жинап үлкен дәретке шығады. Енді запорды қалыптастыратын себептерді талқылайық. Ең бірінші себеп ол дұрыс тамақтанбаудың әсерінен. Яғни біз ол іш қатуды өзіміз қалыптастырып аламыз. Тамақтың құрамында күнделікті судың жеткіліксіздігі және клетчатканың аз болуы жатады. Клетчатка дегеніміз өсімдік тектес тағамдардың құрамында болатын күрделі полисахарид болып табылады. Ол клетчатка бізде тағамда қандай күйінде жесең, ол үлкен дәретпен сол күйі шығатын тағамдардың құрамы. Клетчатка дегеніміз фасольда, горохта, бидайда, сұлы, арпа, бұршақ тұқымдас өсімдіктерде, сонымен қатар жаңғақтарда, миндаль, оливки, свежий көкөністерде, алма, малина, алмұртта, финикида, брокколида, сәбізде және капустада болады. Және сонымен қатар бұған чечевица, гречкада кіреді. Осы тағамдардың құрамында клетчатка өте көп. Осындай тағамдарды күнделікті рационда болып тұру керек. Бұл да жаңағы үлкен дәреттің шығуына көмектеседі. Екінші, күнделікті біз жеткілікті мөлшерде су ішпесек, ол да нәжістің қатуына алып келеді. Тоқішек біздің суды сіңіруге қатысады, ал нәжіс сол түзілу барысында тоқішекте тұрған кезінде, ол кезде нәжістен судың сіңірілуі жоғарылайды. Неғұрлым біздің нәжіс тоқішекте қалып қойса, соғұрлым ол тығыздала береді. Ал бізде жеткілікті мөлшерде су болған болса, су нәжістің құрамында да бізге де жететін болады. Екінші себеп психологиялық факторлар. Яғни біздің нәжісті шығару рефлексіміз дефекация деп аталады. Дефекация акты. Ол рефлексті түрде жүреді. Егер біз бір режимді ұстамасақ, яғни үлкен дәретке күнделікті азанда шығатын болсақ, тек сол кезде шығып, соған организм үйреніп қалады. Ал егер біз кеш тұрып, үнемі асығып жүріп, және түнгі уақыттарда жұмыс жасайтын, сменмен жұмыс жасайтын адамдарда осы іш қату болады. Ол кезде бізге сыртқа шығару актісі, яғни дефекация келіп тұрады. Біз бірақ оны психологиялық түрде басып тастаймыз. Сонымен қатар геморрой бар адамдарда нәжіс сыртқы дәретке шығу кезінде қатты ауырсыну сезімі болатынын біледі да, ондай адамдар ұзақ уақыт дефекация болмай, дефекацияны басып жүреді. Сонымен қатар жолға шығатын кезде де біздің организміміз дефекацияны басып тастайды.
және кейбір адамдар бар, тек өзінің үйреншікті әжетханасына ғана шыға алады, басқа жерлердегі, басқа мекемелердегі, жұмыс орнындағы әжетханаларға шыға алмайтын. Сондай кезде де осы іш қату болады. Одан кейінгі себеп гиподинамия, яғни қимыл қозғалыстың аздығы. Біз қимыл қозғалысымыз аз болса, біздің ішектің де тоқішектің де қимыл қозғалысы, моторикасы азаяды. Ішек бізде жиырылып, босаңсып тұрады, яғни оны перистальтика деп атайды. Бұл нәжістің түзілуіне көмектеседі. Ал біз өзімізде қимылдамай аз қозғалатын болсақ, біздің ішегіміз де аз қозғалады. Іш қатудың келесі 4-ші себебі ол жүйке жүйесіне байланысты. Ұзаққа созылған стресстер, депрессия кезінде де бұл біздің тоқішекке әсер етеді. Тоқішектің кейбір бөліктері қатты жиырылады, кейбір бөліктерінде жиырылуы төмендейді. Соған байланысты стресс кезінде кейбір адамдарда диарея болуы мүмкін, немесе кейбір адамдарда осындай іш қату болады. Келесі себеп бізде ас қорыту жолының әртүрлі ауруларынан болуы мүмкін. Асқазанның, өттің, ұйқы безінің аурулары кезінде де бізде іш қату болады. Одан кейінгі себебі эндокринді жүйенің бұзылыстары. Эндокринді жүйеге бізде қалқанша безі, ұйқы безі жатады. Осы қалқанша безінің әртүрлі аурулары гипертиреоз, гипопаратиреоз кезінде және қант диабеті кезінде организмнің зат алмасу процесі, яғни метаболизм бұзылысы болған кезде ол іш қатуға алып келеді. Келесі себеп нәжістің тоқішек бойымен шығуына механикалық түрде кедергі келтіретін сол ішектегі әртүрлі өзгерістер. Ол ішекте полип болуы мүмкін, рак болуы мүмкін, және ішектердің бір-біріне киілуі, яғни инвагинация болуы мүмкін. Бұл жерде хирургтың көмегі қажет. Ал одан кейінгі себеп ішектің өзінде болатын қабыну аурулары, спастикалық колит кезінде осы іш қату болады. Немесе кейбір іш қуысына операциялар жасалған кезде ол әртүрлі спайкілердің түзілуіне алып келеді. Сол спайкілер де ішектерді жабыстырып, содан да нәжістің өтуі қиындайды. Іш қатуға алып келетін тағы бір себеп ол дәрі-дәрмектерді ұзақ уақыт қабылдау. Ол қандай дәрі-дәрмектер? Бізде зарайдағыш дәрілер, седативті дәрілер, жаңа жүйке жүйесіне қолданылатын темір препараттарын қолданған кезде, спазмолитиктерді қолданған кезде, және осы іш жүргізетін дәрілерді кейде ұзақ уақыт қолданған кезде де іш қатуды алып келуі мүмкін. Және ең соңғысы гестационды іш қату. Гестационды іш қату дегеніміз ол жүкті әйелдерде болатын іш қату. Бұл кезде ұрық біз жоғары өскен сайын жоғары көтеріліп, ас қорыту жолындағы ішектерді басып тастайды. Сол кезде ішектерден нәжістің өтуі қиындайды. Іш қатуға ұзақ уақыт бойы бей-жай қарап жүре беруге болмайды. Себебі іш қату кезінде нәжіс тоқішек бойында ұзақ уақытқа тұрып қалады. Ол кезде тоқішектегі әртүрлі бактериялардың әсерінен ол шірейді, және ол кезде әртүрлі токсиндер, улы газдар, әртүрлі организмге улы әсер ететін заттар бөлінеді. Ол заттар тоқішек арқылы біздің қанымызға сіңіріліп, организмді ұзақ уақыт бойы улап жүреді. Және сонымен қатар бұл улар біздің бауырымызға әсер етуі мүмкін, бауырға зияны болады. Және ұзақ уақыт іш қатудың әсері қалқанша безіне де әсер етеді. Және ұзақ уақыт іш қату көбіне геморройға алып келуі мүмкін. Әртүрлі аллергиялық реакциялар беруі мүмкін. Және организмде ұзақ уақыт бойы тұрып қалған нәжістен организмде тоқішекте әртүрлі аутоиммундық процестер, әртүрлі қабыну аурулары пайда болуы мүмкін. Сол себепті егер сізде іш қату болса, бірінші іш қатуды емдемейміз, оған алып келетін себепті емдейміз. Оның себебін анықтаймыз, не себепті болды, дұрыс тамақтанбаудан ба, ішектің ауруларынан ба, эндокринді жүйенің ауруларынан ба, соны анықтап алу керек. Ал жүйке жүйесінің аурулары болса, бірінші седативті дәрілер қабылдап, немесе психологқа барып, солай емделіп, содан кейін барып бұл ас қорытудағы бұзылыстар, іш қатулар болмауы мүмкін.
Қосымша мәліметтерден айтып кететін болсам, үлкен дәреттің жеңіл шығуына адамның әжетханадағы отыру қалпы да әсер етеді. Негізінен даладағы әжетханада отырғандай аяқты сәл көтеріп, бел аймағынан алға қарай сәл еңкейіп отыру осы үлкен дәреттің шығуына, тез шығуына жеңілдетеді. Және бізде Бристоль шкаласы деген бар. Бұл жерде нәжістің 7 түрлі типі көрсетілген. Мына суреттегідей қалыпты тип 3 пен 4-ті қалыпты типке жатқызады. Негізінен нәжіс қалыпты жағдайда жұмсақ консистенциялы, сосиска тәрізді және еш ауырсынсыз шығу керек. Келесі видеода іш қатудың екінші бөлімі болады. Ол кезде іш қатуды жүргізетін әртүрлі дәрілер туралы айтатын боламыз.